Сәлем достар, мен бүгін сіздерге өте дәмді әрі оңай жасалатын шоколадный десерттің рецептін ұсынамын. Барлық ингредиенттердің толық құрамын описанияға жазып қойдым. Қазақ тілді каналдың дамуына үлес қосып, лайк басып, каналыма тіркеліп кетіңіз. Ең бірінші печеньені блендермен үгітіп аламыз. Одан соң қойылтылған сүттің үстіне еріген сары майды, какаоны салып жақсылап араластырамыз. Дайын массаның үстіне үгітілген печеньені саламыз, жақсылап араластырып, қолмен видеода көрсетілгендей етіп дөңгелетіп шығамыз. Барлығында дөңгелетіп шыққаннан кейін тоңазытқышқа 1 сағатқа жібереміз. Енді су моншасында шоколадты ерітеміз. Шоколадтың үстіне күнбағыс майын қосып, жақсылап ерігенше араластырамыз. Мен жаңғақ қосылған шоколадты пайдаландым. Сіздер бөлек сүтті шоколадты және де бөлек жаңғақты салып араластырсаңыздар да болады. Әрі қарай дөңгелетілген печеньелерді шоколадқа салып, дәл видеода көрсетілгендей жасап шығыңыз. Құрметті көрермен, қазақ тілді каналдың дамуына үлес қосып, лайк басып, каналыма тіркеліп кетіңіз. Барлығында осылай шоколадқа батырып шыққан соң тоңазытқышқа 30 минутқа жібереміз. Міне біздің шоколадтарымыз дайын болды. Өте дәмді, ерекше нәзік болып шығады. Сіздер де міндетті түрде дайындап көріңіздер. Сіздермен бірге болған Айша Нұрбекқызы, астарыңыз дәмді болсын.